Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен кабачкидан рулет жасап көрсететін боламын. Кабачкидің сезоны бітпей тұрып, сізде жасап көріңіз. Өте дәмді, тойымды және тез жасалынады. Және де менің арнамда көптеген рецепттермен бөліскемін. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен кабачкимізді теркадан өткізіп дайындап алуымыз керек. Егер сіздердің кабачкиларыңыз менікі сияқты үлкен болса, онда ортасындағы дәнін қоспай қойыңыздар. Егер жас кабачки болса, барлық салмағы 800 граммдай шығуы керек. Енді осы өткізіп алған кабачкиімізді бір ыдысқа салып, бетіне тұз сеуіп қойып қоямыз. Енді жұмыртқаларымыз жарып, үстіне қара бұрыш татымына қарай тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздерде үлкен жұмыртқа болса, онда 3 жұмыртқа, егер кішкентай жұмыртқа болса, онда 4 жұмыртқа қосыңыздар. Барлығын салып жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 2 қасық қаймақ салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Кабачкиміз біраз уақыт тұрғаннан кейін осылай суы шығып дайын болып тұрады. Суын сығып тастауымыз керек. Суын сыққаннан кейін жаңағы дайын кабачкимізді жұмыртқадан жасалған қоспамызға қосамыз. Үш-төрт ас қасық ұн қосамыз. Ұн қосқаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Енді 4 бұрышты формамызға алдын ала пергамент қағазын төсеп аламыз. Егер де пергамент қағаздарыңыздың астына жабысып қалады десеңіздер, астын бірлез майлап жіберсеңіздер болады. Енді осының барлық жеріне жеткізіп жайып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп алуымыз керек. Енді ішіне салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 2 тіс сарымсақ жақсылап сақтап турап аламыз. Одан кейін үлкен бас пияз, бір үлкен сәбіз керек. Пиязды да жақсылап сақтап турап аламыз. Сәбізімізді теркадан өткізіп алуымыз керек. Енді рулеттің ішіне жағатын чеснокты соусты дайындап аламыз. Ол үшін 2 тіс сарымсақты ұсақтап турап аламыз, немесе сарымсақ өткізгіштен өткізіп аласыздар. Барлығын өткізіп болғаннан кейін бір ыдысқа саламыз. Үстіне 3-4 ас қасық майонез салып, жақсылап араластырып дайындап қоюымыз керек. Енді осы рулетіміздің ішіне салмасын дайындап алуымыз керек. Қызып тұрған табаға сұйық май құйып, сарымсақ пен пиязымызды қуырып аламыз. Пиязымыз сәл қызарғаннан кейін сәбізіміз салып, сәбізімізде біраз қуырып аламыз. Одан кейін қара бұрышымызды татымына қарай тұзды салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Біраз қуырып алғаннан кейін бетін жауып, оттың астын басып, бұқтырып алуымыз керек. Пияз бен сәбіз дайын болғанда пешімізді өшіреміз.
Салмамыз дайын болды. Сәл кішкене суытып алуымыз керек. Енді міне рулетіміздің беткі жағын астына қаратамыз. Астыңғы жағына жаңағы сарымсақты соусымызды жағып аламыз. Енді салмасын салып, барлық жеріне бір келкі қылып жайып шығамыз. Рулетқа борап аламыз. Одан кейін пищевой пленкаға орап, кем дегенде 1 сағатқа холодильникке салу керекпіз. Осы кабачковый рулеттің ішіне салмасын әртүрлі қылып жасасаңыздар да болады. Творожный сыр, помидор қосып жасасаңыздар да болады. Әртүрлі өзіңіздің фантазияңызға қарай жасай берсеңіздер болады. Өте дәмді және тез және тойымды болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менің арнамда көптеген рецепттермен бөліскенмін. Арнама кіріп көрсеңіздер болады. Егер арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.